Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет сырный шарики дайындайтын боламыз. Қазіргі хит болып жатқан ассортидің бірі. Осыны бірге дайындайық. Бізге осындай коммусыр қажет болады. Міндетті түрде осы коммусырды алыңыздар. Осы сырмен өте дәмді, жақсы шығады. Терканың осындай ең майда жағыменен өткізіп аламыз. Және де жұмыртқа қосамыз. Осының үстіне ұн қосатын боламыз. Қанша граммнан екенін мен описанияға жазып кететін боламын. Мен бұл жерде 3 порцияға дайындап жатырмын. Бір порциядан 20 штук шығады. Разрыхитель, сода ешқандай қоспайсыздар, тек қана ұн, жұмыртқа және де сыр қосасыздар. Осылай араластырып жақсылап аламыз. Бір келкі масса болғанша. Бір келкі массаға айналғаннан кейін осындай таразыға қойып 20 граммнан алсаңыздар болады. Мен барлығын 20 граммнан алдым. Весі болмаса үйлеріңізде көз мөлшермен жасасаңыздар болады. Алдымен осылай қолменен қысып ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Одан кейін осылай екі қолмен домалақ формаға келтіреміз. Мен барлығын дайындап алдым. Осыдан кейін морозильникке 2 сағатқа, болмаса холодильникке 4 сағатқа қойып аламыз. Табамызда майымызды қыздырып, орташа отта пісіреміз. Ешқандай газ қатты да или жай де болмау керек. Қатты болса іші піспей қалады. Жай тұрса біздің сырымыз тат болып, қатты болып қалады. Сол үшін орташа отта пісіреміз. Алдыменен салғаннан кейін 10 секундтай араластырмай күтеміз. 10 секундтан кейін араластыра отырып пісіреміз. Сырымызды алғаннан кейін майын сіңіріп алу үшін осындай қағазға, немесе газетке, немесе бумажный салфетканың үстіне қоямыз. Достар, егер де видео ұнап жатса, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліңіздер міндетті түрде. Менің каналымда көптеген рецепттер таба аласыздар. Және де әр апта сайын арнама жаңа видео, жаңа рецепт салып отыратын боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мінекей достар, біздің сырный шарикіміз дайын. Осындай дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Ыстықтай күйде де, салқын күйінде де жесеңіздер болады. Әрине ыстық күйінде дәмі өте керемет болады. Сіздердің дастархандарыңыздың сәні болады деген ойдамын. Видеом ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Сіздерді күтемін келесі видеомда.